Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен тауықтың қанаттарын маринадтайтын боламыз. Бұл маринадпен тауықтың етін немесе тауықтың аяқтарын да маринадтауға болады. Өте сәтті шығатын маринад. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық керекті заттарды төменде описаниеда қалдыратын боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ең алдымен тауықтың қанаттарын ертіп аламыз. Ыдысымызға салып, жақсылап тұзын дәміне қарай сеуіп, бұрыш қосамыз. Менде мұнда кептірілген сарымсақ немесе тірілей свежий сарымсақты қолдансаңыз болады. Кейін окорочкаға арналған арнайы специяды қолдандым. Одан кейін бір пиязды сақина етіп турап, осылай бөліктерге бөліп, үстіне шашыратып шығамыз. Кейін лимонның согын тамызамыз үстіне. Тауықтың етін көлеміне байланысты лимон согын көбейтуге болады. Кейін үстіне томат қосамыз. Оның үстіне майонезді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін осылай бетіне лимон салып, тағы да бір араластырып, бетін жауып, маринадқа қалдырамыз. Кем дегенде 2 сағат тұру керек. Бір түн тұрса, одан да күшті болады. Менің маринадым бір түн тұрды. Яғни тауықтың қанаттары маринадта бір түн тұрды. Кейін осылай противень үстіне салып, үстіне пияздарын қойып шығып, қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 40-45 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пешінің ерекшелігіне байланысты әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Піскеннен кейін қанаттарымыз міне осындай әп-әдемі болып шығады. Ас болсын.